Hello guys, my name is Diana and I'm your English tutor at A+. And today we will continue the topic of professions. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Диана және мен сіздердің A+ республикалық білім беру орталығындағы ағылшын тілі пәнін беретін тренеріңіз боламын. Және бүгін біз мамандықтар жайлы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Всем привет, ребята! Меня зовут Диана, и я ваш тренер английского языка Республиканского образовательного центра A+. И сегодня мы продолжим тему о профессиях. So, before moving on to the main topic, let's review the quiz from the previous lesson. Ал енді балалар, жаңа тақырыпқа көшпес бұрын алдыңғы сабақтың бақылауын бірге талқылайық. Итак, ребята, прежде чем переходить к новой теме, давайте рассмотрим срез с прошлого урока. Number 1. I think the mechanic will repair my bike quickly. Option D is correct. Бірінші. Менің ойымша, механик менің мотоциклымды тез жөндеп береді. Дұрыс нұсқа D болады. Я думаю, что механик быстро починит мой мотоцикл. Вариант D будет верным. Number 2. Doctor works in a hospital and takes care of sick people. The option A is correct. Екінші. Кім ауруханада жұмыс істеп, ауырған адамдарға қарайды? Дұрыс нұсқа A болады. Доктор, дәрігер. Кто работает в больнице и присматривает за больными людьми? И вариант A будет верным. Доктор, доктор. Number 3. A person who sells fresh fruits and vegetables is greengrocer. The option C is correct. Жеміс-жидекті кім сатады? Дұрыс нұсқа C болады. Жеміс-жидек сатушы сатады. Greengrocer. Кто продает фрукты и овощи? И правильный вариант будет C, greengrocer, продавец овощей и фруктов. Number 4. He is a hairdresser. He can cut and design hair. The option C is correct. Ол шаштараз, ол шаштарды кесіп, әдемілей алады. Дұрыс нұсқа C болады. Кто стрижет и укладывает волосы? Правильный вариант будет C, hairdresser, парикмахер. Number 5. I worked as a chef in a famous restaurant. The option D is correct. Бесінші. Мен танымал ресторанда бас аспаз болып жұмыс істедім. Дұрыс нұсқа D болады. Я работал шеф-поваром в известном ресторане. Вариант D будет верным. And the question number 6. Will you travel next summer? The option C is correct. Келесі жазда саяхаттайсың ба? Бұл жерде келесі жазда дегеніміз болашақтағы іс-әрекетті білдіргендіктен біз future simpleға қою керекпіз, ал future simpleдің көмекші сөзі will болады. Осыған байланысты C нұсқасы дұрыс. Будешь ли ты путешествовать следующим летом? По этому вопросу мы можем понять, что это будущее время, а вспомогательное слово future simple это will, поэтому вариант C будет верным. Number 7. I will play with her tomorrow. The option A is correct. Мен ертең онымен ойнаймын. Бұл жерде де ертең ол келешек, осыған байланысты will play болады. Я буду играть с ней завтра. Здесь тоже завтра означает future simple, поэтому будет will play. Вариант A будет верным. Number 8. Will our English class finish in 2 minutes? No, it won't. The option A is correct. 8-ші сұрақ. Біздің ағылшын сабағымыз 2 минуттан кейін бітеді ма? Жоқ. Бұл жерде жоқ болғаннан кейін келесінде it will not болу керек. Ал will not'тың қысқаша түрі won't. Осыған байланысты A нұсқасы дұрыс болады. Закончится ли урок английского языка через 2 минуты? Нет, не закончится. Когда мы хотим сказать нет, мы должны во второй части написать will not, а краткая форма will not это won't. Таким образом, правильный вариант будет A. It won't. Number 9. What will you do tomorrow evening? The option A is correct. Сен ертең кешке не істейсің? Бұл жерде ертең келешек, осыған байланысты will you do болады. Дұрыс нұсқасы A. Что ты будешь делать завтра вечером? Завтра вечером тоже future simple, поэтому вопросительное предложение должно начать с will, потом будет you do. Вариант A будет верным. The question number 10. Will you bring my book tomorrow? The option B is correct. Сен менің кітабымды ертең алып келесің бе? Бұл жерде біз білетініміздей келер шақтағы етістікке біз ештеңе жалғамаймыз, және де ол сөз ешқашан өзгермейді. Осыған байланысты B нұсқасы дұрыс болады. Принесешь ли ты завтра мою книгу? Вариант B будет верным, потому что, как мы уже изучали ранее, future simple глаголу мы ничего не добавляем, и также глагол не меняется. Поэтому вариант B будет верным. Picture 1 is postman, пошташы, почтальон. Picture 2 is detective, детектив. Picture 3 is engineer, инженер. Picture 4 is architect, архитектор. Picture 5 is scientist, ғалым, ученый. Picture 6 is vet, мал дәрігері, ветеринар.
Picture 7 is mechanic. Picture 8 is receptionist. Қабылдау бөліміндегі хатшы. Секретарь в приемной. Picture 9 is tailor. Тігінші, портной. Picture 10 is фотограф. Picture 11 is accountant. Бухгалтер. Picture 12 is surgeon. Хирург. Picture 13 is miner. Кенші, шахтер. So, in exercise 1.2, write the correct words. I will give you 4 minutes for this task. Put the video on pause. Ал енді, 1-2 жаттығуында берілген сөздерге сәйкес мамандық атауларын жазып шығыңыздар. Оны орындауға 4 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. Итак, в упражнении 1.2 напишите соответствующие профессии рядом с фразами. На данное задание я вам дам 4 минуты. Поставьте видео на паузу. Number 1. Vet is an animal doctor. Мал дәрігері – малдарды емдейтін дәрігер. Ветеринар – это доктор, который занимается лечением животных. Number 2. Mechanic repairs cars. Механик автокөліктерді жөндейді. Механик чинит машины. Number 3. Photographer takes photos. Фотограф суретке түсіреді. Фотограф делает фотографии. Number 4. Postman delivers letters. Пошташы хаттарды жеткізеді. Почтальон доставляет письма. Okay, before the reading task, let's write down some new words. Definitely, нақты, точно, определенно. Difficult, қиын, сложный. Gown, аурухана халаты, больничный халат. Especially, әсіресе, особенно. So, in exercise number 2, you have to read the text. I will give you 10 minutes for it. Put the video on pause. Ал енді, екінші жаттығуда мәтінді оқып шығу керексіздер. Оны оқуға 10 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. Итак, в упражнении номер 2 вы должны прочитать текст. И на это я вам дам 10 минут. Поставьте видео на паузу. In the text, the author describes her work. She explains why she chose this profession and what is the best part and the difficulty of being a doctor. Мәтінде автор өз жұмысын сипаттайды, ол осы мамандықты неге таңдағанын түсіндіреді. Сонымен қатар, мәтінде автор үшін дәрігер мамандығының жақсы және қиын жақтары жазылған. В тексте автор описывает свою работу. Она объясняет, почему выбрала именно эту профессию и в чем заключается самое лучшее и трудное в профессии врача. In exercise 2.1, you have to write true or false according to the text. I will give you 5 minutes for this task. Put the video on pause. Екіде бір жаттығуында мәтінге байланысты сөйлем дұрыс болса true деп, ал егер сөйлем дұрыс емес болса false деп жазып шығу керексіздер. Оны орындауға 5 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. В упражнении 2.1, согласно тексту, вы должны написать true, если предложение верное, или false, если предложение неверное. И на данное задание я вам дам 5 минут. Поставьте видео на паузу. Number 1. When she was a girl, she wanted to be a teacher. False. She wanted to be a doctor since she was a little girl. Ол кішкентай қыз болған кезден бастап мұғалім болғысы келді. Дұрыс емес, ол кішкентай болғанда дәрігер болғысы келді. Когда она была маленькой девочкой, она хотела быть учительницей. Неверно. Она хотела быть врачом с тех пор, как была маленькой. Number 2. You have to study very hard to be a doctor. True. Дәрігер болу үшін барлық ынтамен оқу керек. Дұрыс. Чтобы стать врачом, нужно очень усердно учиться. Верно. Number 3. Maria doesn't have to work at night. False. She has to work at night and it's difficult for her. Марияға түнде жұмыс істемеуге болады. Дұрыс емес, ол түнде жұмыс істеу керек, бірақ бұл оған өте қиын. Мария не должна работать по ночам. Неверно, ей приходится работать по ночам, и это очень трудно для нее. Number 4. She has to wear a uniform. False. She doesn't have to wear a uniform, but she has to wear a gown. Ол бірыңғай форма кию керек. Дұрыс емес, оған бірыңғай форма кимесе болады, бірақ аурухана халатын кию керек. Она должна носить форму. Неверно, она не должна носить форму, но она должна носить больничный халат. Number 5. Maria loves children. True. Мария балаларды жақсы көреді. Дұрыс. Мария любит детей. Верно. In exercise 2.2, you have to answer the questions below. I will give you 5 minutes for this task. Put the video on pause. Екідегі жаттығуында мәтінге сәйкес сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Оны орындауға 5 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. В упражнении 2.2 вы должны ответить на ниже перечисленные вопросы. И на данное задание я вам дам 5 минут. Поставьте видео на паузу. Number 1. Where does Maria Pineda work? She works at Giorgio Marañón Hospital in Madrid. Мария Пинеда қайда жұмыс істейді? Ол Мадридтегі Григорио Мараньон ауруханасында жұмыс істейді. Где работает Мария Пинеда?
Она работает в больнице Григория Мараньон в Мадриде. Number 2. How many years does it take to be a doctor? It takes 8 years to be a doctor. Дәрігер болу үшін қанша жыл қажет? Дәрігер болу үшін 8 жыл қажет. Сколько лет нужно, чтобы стать врачом? Чтобы стать врачом, нужно 8 лет. Number 3. What does she have to wear? She has to wear a gown. Ол не кию керек? Ол аурухана халатын кию керек. Что она должна надеть? Она должна надеть больничный халат. Number 4. What is the best part of being a doctor? The best part of being a doctor is making people feel better, especially children. Дәрігер болудың ең жақсы жағы неде? Дәрігер жұмысының ең жақсы бөлігі адамдарды, әсіресе балаларды жақсы сезіндіру. Что самое лучшее в том, чтобы быть врачом? Лучшая часть работы врача – это заставлять людей чувствовать себя лучше, особенно детей. Our today's grammar is to be going to. So, to be going to is the form of future simple. We use it when we are certain about our future. For example, I'm going to fly to Spain. It means that I have bought the tickets to Spain. And also, we use to be going to when we want to tell about our predictions. For example, if we see gray clouds in the sky, we can tell it is going to rain. Ал енді бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз to be going to. To be going to дегеніміз келер шақтың бір түрі. Және де біз оны болашаққа нақты сенімді болған кезде қолданамыз. Мысалға, мен былай айта аламын. I'm going to fly to Spain. Мен Испанияға ұшайын деп жатырмын. Онда, егер мен олай сөйлем айтсам, онда мен Испанияға билетті сатып алдым деген сөз. Оған дейін билет сатып алып, бәрін дайындап қойдым. Ал екінші жағдай, біз to be going to-ді бір нәрсені болжап айтқан кезде қолданамыз. Мысалға мен it is going to rain, жаңбыр жауайын деп жатыр деп айтсам, онда аспанда қара бұлттар толып тұр, және де күн күркіреп тұрғанын мен көріп тұрмын деген сөз. To be going to бір нәрсені істейін деп жату деп аударылады. Итак, наша сегодняшняя грамматика – это to be going to. To be going to – это одна из форм будущего времени, и мы используем to be going to, когда мы уверены в своих будущих планах. Например, если я скажу I'm going to fly to Spain, я собираюсь полететь в Испанию. Это означает, что я уже купила билеты, и я уже собираюсь туда лететь. А второй случай использования to be going to – это наше предположение. То есть, если я скажу it is going to rain, собирается идти дождь. И это означает, что я вижу признаки в виде туч на небе, и поэтому я говорю собирается идти дождь. To be going to переводится как собираться что-либо делать. The formula of to be going to. Subject plus to be. We know that to be has three forms: am, is, and are. We use am with I, we use is with he, she, it, and we use are with we, they, you. And then we have to write going to, and after that we will write the main verb. For example, I am going to read a new book. So, in negative sentences, we put not after to be. For example, am not, is not, or contraction of is not is isn't, and are not. Contraction of are not is aren't. I am not going to read a new book. In questions, we change to be with subject. For example, are you going to read a new book? Ал енді to be going to-дің формуласына көшейік. Бірінші subject бастауыш болады. Бастауыштан кейін біз to be-ді жазамыз. Біз білетінімізде to be-дің үш түрі бар. Am, is және are. Am-ді біз I болған кезде қолданамыз. I am. Is, he, she, it болғанда қолданылады. Ал are, we, you, they болғанда қолданылады. Сонда жекеше түрде is болады, көпше түрде are болады. Ал содан кейін әрқашан going to-ді жазамыз. Ал going to-дан кейін ғана етістік жазылады. Мысалға, I am going to read a new book. Мен жаңа кітапты оқиын деп жатырмын. Ал болымсыз сөйлемде біз not қосымшасын to be-дан кейін жазамыз. Сонда am, is, are-дан кейін not жазылады. Am not немесе is not. Is not-тың қысқаша түрі isn't. Are not-тың қысқаша түрі aren't. I am not going to read a new book. Мен жаңа кітапты оқиын деп жатқан жоқпын. Ал сұраулы сөйлемде біз to be мен бастауыштың орнын ауыстыра саламыз. Сонда are you going to read a new book? Сен жаңа кітапты оқиын деп жатырсың ба? Бұл жерде you болғандықтан to be етістігі are болып өзгереді. Итак,
Давайте перейдем к формуле to be going to. Сначала мы пишем subject, подлежащее, потом идет глагол to be. И как мы знаем, у глагола to be есть три формы. Это am, is и are. Когда местоимение I всегда будет am, когда he, she, it будет is, когда you, we, they будет are. И получается, в единственном числе мы всегда используем is, а во множественном числе всегда используем are. Дальше мы пишем going to, и после этого мы пишем основной глагол. И получается I am going to read a new book. Я собираюсь читать новую книгу. А в отрицательном предложении мы пишем not после to be, то есть после am, is, are. Am not, либо is not, краткая форма is not будет isn't, are not, краткая форма are not будет aren't. Например, I am not going to read a new book. Я не собираюсь читать новую книгу. В вопросительных предложениях мы просто меняем to be с подлежащим. Например, Are you going to read a new book? Собираешься ли ты читать новую книгу? Здесь из-за того, что местоимение стоит you, мы пишем are you. In exercise 4.1, put the verbs into the correct form of be going to. I will give you 7 minutes for this task. Put the video on pause. Төртте бір жаттығуында етістіктерді be going to құрылымын қолдана отырып жазыңыздар. Оны орындауға 7 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. В упражнении 4.1 поставьте глаголы в правильную форму be going to. На данное задание я вам дам 7 минут. Поставьте видео на паузу. Number 1. It is going to rain. Жаңбыр жауайын деп жатыр. Собирается идти дождь. Number 2. They are going to eat stew. Олар қуырдақ жейін деп жатыр. Они собираются кушать жаркое. Number 3. I'm going to wear blue shoes tonight. Бүгін кешке мен көк аяқ киім киейін деп жатырмын. Сегодня вечером я собираюсь надевать синие туфли. Number 4. We are not going to help you. Біз саған көмектесейін деп жатқан жоқпыз. Мы не собираемся тебе помогать. Number 5. Jack is not going to walk home. Джек үйге жаяу барайын деп жатқан жоқ. Бұл жерде Jack he болады, осыған байланысты is жазылады. Джек не собирается идти домой пешком. Так как Jack это he, мы пишем is. Number 6. Are you going to cook dinner? Сіз кешкі ас дайындайын деп жатырсыз ба? Собираетесь ли вы готовить ужин? Number 7. Sue is not going to share her biscuits. Sue өзінің печеньеларымен бөлісейін деп жатқан жоқ. Бұл жерде Sue, she, сол үшін is болады. Sue не собирается делиться своим печеньем. Так как Sue это she, будет is. Number 8. Are they going to leave the house? Олар үйден кетейін деп жатыр ма? Собираются ли они покинуть дом? Number 9. Is she going to take part in the contest? Ол байқауға қатысайын деп жатыр ма? Собирается ли она принять участие в конкурсе? Number 10. I'm not going to spend my holiday abroad this year. Мен демалысымды осы жылы шетелде өткізейін деп жатқан жоқпын. Я не собираюсь проводить свой отпуск за границей в этом году. In exercise 4.2, write each person's dream job from the picture using the form be going to. I will give you 5 minutes for this task. Put the video on pause. 4.2 жаттығуында be going to құрылымын қолдана отырып, әр адамның армандаған жұмысын суреттерге қарап жазып шығыңыздар. Осы тапсырманы орындауға 5 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. В упражнении 4.2 напишите работу мечты каждого человека с картинки, используя форму be going to. На данное задание я вам дам 5 минут. Поставьте видео на паузу. Number 1. He is going to be a doctor. Ол дәрігер болайын деп жатыр. Он собирается стать врачом. Number 2. He is going to be a firefighter. Ол өрт сөндіруші болайын деп жатыр. Он собирается стать пожарным. Number 3. He is going to be a policeman. Ол полиция қызметкері болайын деп жатыр. Он собирается стать полицейским. Number 4. She is going to be a singer. Ол әнші болайын деп жатыр. Она собирается стать певицей. Number 5. He is going to be a swimmer. Ол жүзгіш болайын деп жатыр. Он собирается стать пловцом. Number 6. He is going to be a businessman or accountant. Ол бизнесмен немесе бухгалтер болайын деп жатыр. Он собирается стать бизнесменом либо бухгалтером. Thank you guys for your attention. Don't forget to learn new words and to do your home task. See you next time. Bye bye.